Жарасхан Әбдірашұлының өмірі мен шығармашылығы. Пән қазақ әдебиеті. Өмір сүрген жылдары 1948 жылы 7 наурызда Қызылорда облысы Арал ауданы Аманөткел ауылында дүниеге келіп, 2001 жылы 10 ақпанда Алматы қаласында дүниеден өткен. Журналистика факультетін бітірген қаламгер журналистика саласында да өнімді қызмет етті. Жарасхан Әбдірашев лирик ақын. Өзінің тың қолданыстарға толы тамаша өлеңдерімен оқырман қауымды елең еткізген Жарасхан Әбдірашев 21 жасында КСРО жазушылар одағына мүшелікке қабылданған. Қазақстан жазушылар одағының Мағжан Жұмабаев атындағы сыйлығына ие болды. Жарасхан Әбдірашев эпитафия жанрында өнімді еңбек етіп, бұл жанрды қазақ әдебиетіне орнықтырған ақын. Эпитафия қабір үстіндегі құлпытасқа жазылған жазу және дүниеден өткен адамға шығарылған жоқтау. Аталған жанрда жазылған құлпытас жинағы ұлттық поэзиямызға қосылған тың жаңалықтары болды. Жарасхан Әбдірашев эпиграмма жанрында да өз қатарластары арасында ерекше еңбек етті. Эпиграмма көне грек тілінен қолтаңба дегенді білдіреді. Белгілі бір адамды, затты, болмыс құбылысты әзіл тұрғысынан бағалайтын сатирикалық поэзияның шағын жанры. Қазақ әдебиетінде абайдан басталатын эпиграмма жанрында жазылған туындылары «Әзілің жараса» деген атпен 1989 жылы жарық көрді. Жарасхан Әбдірашев сатирик. Сатирикалық өлеңдер Жарасхан Әбдірашев шығармашылығында үлкен орынға ие. Сондай-ақ тамаша ойын-сауық отауының бас редакторы ретінде көптеген сценарийлер жазып, көрермендердің көңілінен шыққан. Жарасхан Әбдірашевтің тағы бір қыры аудармашы. Пушкиннің, Поль Элюардың, Блоктың, Беларусь ақыны Янка Купаланың, үнді қайраткері Тагордың, Палестин ақыны Муин Бейістің шығармаларын кәсіби тұрғыда қазақ тіліне аударған. Жарасхан Әбдірашев сыншы. 1969-70 жылдары Қазақ әдебиет газетінің сын бөлімінде, 1970-74 жылдары Жалын альманахының сын және поэзия бөлімінде, 1974-85 жылдары Жұлдыз журналының сын және библиография бөлімін басқарған кезеңде қазақ әдебиетінің көкейтесті мәселелерін тілге тиек еткен көптеген сыни еңбектер жазды. Әсіресе Жалын альманахында істеген жылдарында Тураби трибунасы деген айдармен ащы шындыққа суарылған мақалалар жазып, әділсін жұлдыз ұлы деп қол қоятын еді. Жарасхан Әбдірашев балалар жазушысы. Балаларға арналған көптеген өлеңдер, мысалдар, тағы да басқалар шығармалар жазумен қатар Агния Барто, Корней Чуковскийдің, тағы да басқа шетелдік танымал балалар жазушыларының шығармаларын аударып, жас оқырманға ұсынған. Ақынның ұлы белгілі режиссер Рүстем Әбдірашевтің «Қаладан келген қыз» фильміне қаламгердің балалық жастық шағы арқау болған. Жарасхан Әбдірашев есімі ел есінде мәңгі сақталған тұлға. 2001 жылы Алматы қаласында ақын атына көше берілген болатын. Туған жері Арал қаласында да көшеге, мектепке Жарасхан Әбдірашевтің аты берілген. Соңғы жылдары тұрғын үйіне ескерткіш тақта орнатылған. Жарасхан Әбдірашев қоғам қайраткері. Аграрлық партияның белді мүшесі ретінде ауыл тұрғындарының азаматтық экономикалық, әлеуметтік, мәдени құқықтары мен мүдделерін қорғау жолында қалам қарымымен қызмет етіп, қайраткер тұлғаға айналды. Жарасхан Әбдірашев қазақ әдебиетіндегі әзіл оспақ, эпиграмма жанрын тың өріске шығарып, жаңа биіктерге көтерген ақын. Мысалы, кейбір эпиграммаларынан мысал келтіре кетсек, жазушылыққа, ғылымдыққа жол беріп, ғылымдығын, ұстаздығын өңгеріп, бара жатыр зерттейтіндер зекеңді, қиналдау үш салаға тең бөліп. Мұндай мінез мықтылардан жұғады, ұқса сырын әмбебаптар ұғады. Анық ойлы үш зекеңді қосқанда, абыройлы бір Қабдолов шығады. Бұл академик Зейнолла Қабдоловқа арналған эпиграмма. Мұнда сын жоқ, керісінше сан қырлы дарын иесін көрсету бар. Эпиграмма жазуда көркем бейнелеудің түрлері пайдаланылады. Көбіне автор
сөзі түрінде жазылып жүр. Сондай монолог, диалог, сюжетті оқиға құру сияқты тәсілдер де қолданылады. Мысалға, Мұхтар Мағауиннің «Мақамдары» атты эпиграммадан мысал келтірсек. О баста ғалым болсам деген едім, алашқа атым мәлім болсам деген едім. Алдымен Мұхтар екендігін Сәбиттің шекесінен шегеледім. Жел есіп танауымнан мұрынымның, тәрк еттім таразысын ұлығымның, шәлгезді шығындатып шығармаққа міз бақпай Махамбетті ұры қылдым, деп Мұхтар Мағауиннің дықпырт мінезін, зерттеу саласындағы кейбір жансақ пікірлерін өз аузына салғызып, айтпақ ойын жеткізген болатын.